Берме 8-ші сынып оқушылары, бүгін біз 29-шы жаттығуды орындаймыз. Каналға тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Ал бастайық. Бірінші сұрақта түскен сәуле мен шағылған сәуленің арасындағы бұрыш 60 градус болған кезде түсу бұрышының мәні қандай болады дейді. Так, яғни берілгені альфа деп алайық, 60 градус. Бұл түскен сәуле мен шағылған сәуленің арасындағы бұрыш. Енді түсу бұрышының мәнін табу керек. Түсу бұрышын и деп белгілейік. Енді біз бірінші нені салып алайық, суретін. Слайд түзу и осы бетке нормаль сызуымыз керек бірінші. Нормаль бұл бізде 90 градуспен болып тұрады. Енді осы нормальға былай түсу сәулесі, яғни түскен сәуле. Одан кейін шағылған сәуле. Ол мына жаққа қарай кетеді. Шағылған сәуле. Енді осы екі сәуленің арасы бізде 60 градус болсын. Мынау 60 градус. Мынау и дейік, и штрих дейік. Енді біз мына бұрышты табуымыз керек. Ол үшін біз иді табу үшін 60 альфаны 2-ге бөлеміз деген сөз. Өйткені и мен и штрих екеуі тең. Яғни түскен түсу бұрышы мен шағылу бұрышы тең. Сондықтан 60-ты 2-ге бөлеміз, сонда 30 градус шығады. Екінші есепті шығарайық. Бізге А, Б, С нүктелер берілген, осы нүктелердің кескінін алуымыз керек. Бірінші А нүктесінің кескінін аламыз. Мынау біздегі айнамыз. Қарайық, айнадан 3 клетка алшақ жатыр. Значит, біз 3 клетка алшақ сызамыз мына жақта деген сөз. Міне, мынау бізде А штрихтың кескіні болады. А штрих. Так, кескінді мен басқа немен белгілейін. Енді Б-нікі 1, 2, 3, 4, 5 клетка. 1, 2, 3, 4, 5 клетка. Значит, бұл мына жерде болады деген сөз. Бұл Б штрих. С 1, 2 клетка, 1, 2 клетка мына жерде болады. Мынау С нүктесі, С штрих. Так, енді үшінші жаттығуды орындайық. Сәуленің жазық айнаға түсу бұрышын 30 градустан 45 градусқа дейін арттырды. Түскен сәуле мен шағылған сәуленің арасындағы бұрыш қалай өзгерді дейді. Суретін салайық. Бірінші, мына бет болсын. Мына бізде бет 90 градус нормаль сызамыз. Бұл бізде N нормаль. Енді сәуленің жазық айнаға түсу бұрышын 30 градустан, мынау бізде түсу бұрышы басында 30 градус болды. Мына жерде 30 градус дейік, мына жағы 30 градустан. Так, басқа түспен белгілеме. 30 градустан 45 градусқа дейін арттырды дейді. То есть мына жағы уже 45 градуспен түседі. Бұлай. Мына жері общий 45 градус болады. 45 градус. Енді бізге түскен сәуле мен шағылған сәуленің арасындағы бұрышты табу керек. Бірінші, давайте біз шағылған сәулені сызбалайық. 30 градус үшін сызамыз. 30 градус үшін сызатын болсақ, бұлай. Мынау бізде 30 градус болады. 30 градус. Енді 45 градус үшін сызамыз. Бұл мына жақта болады. Шағылған сәуле, мына жақ 45 градус деген сөз. 45 градус. Так, енді бастапқы кезде бізде альфа, бұл осы түскен сәуле мен шағылған сәуленің арасындағы бұрыш деп айтады. Ол бастапқы кезде 60 градус болды. Ал альфа 1, альфа 2, яғни 45 градус болған кезінде не болады? 90 градус болады. Өткен 45-ті 2-ге көбейтеміз. 45, сонда 90 градус. 90 градус болады. Енді альфа өзгерісін табу үшін 90-нан 90 градустан 60 градусты азайтамыз. Сонда 30 градус, 30 градусқа өзгерген екен. Яғни жауабы 30 градусқа көбейді. Осының есебін шығарайық. Бірінші есепте жарық сәулесі жазық айнаға оның бетіне қатысты, яғни оның бетіне қатысты 30 градуспен түседі дейді. 30 градуспен түседі. Түскен сәуле мен шағылған сәуленің арасындағы бұрышты тап дейді. Яғни альфа деп біз түскен сәуле түсу бұрышы, бета деп шағылу бұрышын алдық. Мынау фи дегеніміз бұл бізде бетке қатысты жаңағы сәуленің түсу бұрышы. Яғни мысалы мына жақтан мынау бізде нормаль, мынау бізде бет болсын, яғни и осыған бетке қатысты 30 градуспен түседі деген сөз. Значит, бұл былай түседі. И мынау бөлек бізде 30 градус деген сөз.
Енді шағылған сәуле, ол мына жақтан былай шағылады. Иә. И бізге мынау альфа мен мынау беттаны табу керек. Екеуінің арасындағы, яғни қосындысын табу керек. Так, енді қарайық. Мынау нормаль бетке 90 градуспен түседі. Сол үшін альфа бізде тең болады 90 азайту 30-ға. Я мына бөлікті алып тастайтын болсақ, бізде мынау альфа шығады. Сонда бұл 60 градус деген сөз. Яғни альфа мен бізде бетта тең, ол 60 градус. Енді альфа плюс беттамыз бұл 60 градус қосу 60 градус деген сөз. Значит, бұл 120 градус. Екеуінің арасындағы бұрыш 120 градус екен. Так, енді екінші есепте адам жазық айнаға қарай 2 метр секунд жылдамдықпен жүреді. Ол өзінің кескініне қандай жылдамдықпен жақындайды дейді. Яғни V1 салыстырмалы жылдамдық, бұл V1 мен V2-ның қосындысына тең, иә? Және де V1 мен V2 өзі тең. Яғни V1 ол V2-ге тең, оны біз V деп алсақ болады. Сонда 2 V-ға тең деген сөз. Яғни мынау өзінің жылдамдығы, мынау айнадағы жылдамдық, екеуінің қалай көрінетіндігін, яғни салыстырмалы жылдамдық табу үшін екеуі қосылады. Енді V салыстырмалы жылдамдық ол 2 көбейту 2 метр секунд. Сонда 4 метр секунд есептелінеді екен. Так, енді күн сәулелері жердің бетімен 40 градус бұрыш жасайды. Яғни бұны біз альфа деп алайық. Берілгені альфа бұл бізде 40 градус болсын. Сәуленің бағытын құмға тігінен көмілген жіңішке түтікшенің ішіне қарай өзгерту үшін қандай жазық айнаны беттаны табайық деп алайық. Беттаны табамыз, шешуі. Так, бірінші фиді тауып аламыз. Фи өзгерісі, оны табу үшін біз 90 градустан азайтамыз 40 градусты. Яғни бұл мынау бұрыш, ол неге жер бетіне 40 градуспен түсіп тұр ғой, ал біз түсу бұрышын табуымыз керек. Сол үшін 90-ды 40-тан азайтамыз, значит, бізде 50 градус шығады. Енді альфаны табу үшін осы фиді 2-ге бөліп, оған 40 градусты қосамыз. Сонда 50 градусты бөлеміз 2-ге, қосамыз 40-ты. Сонда мына жақта 25, 65 градус шығады.